Қалыпты жағдайдағы көлемнің мәні қанша дейді? Көлем дегеніміз 27 метр. 27 Иә, 27 дұрыс. Молодец. Так, осы деп болады. Газный мөлшері. Салыстырмалы молекулалық массаны, яғни онда қалай есептейміз? әрбір элементтің массаларын қосамыз. Молодец. Точно қосамыз, иә? Азайтпаймыз, иә? Қосамыз. Мынау қайсысында әрбір элементтің тек таңбаларын жазамыз болса, ол қайсысы? Қосамыз. Теңге Ол то есть формуланы жазу. Қосамыз, дұрыс. Жақсы ядырмыз. Так, келесі массаның өлшемдігі қандай? То есть белгісі қанша? Дұрыс. Мән деген заттың өлшемі. Көлемді қалай белгілейміз? Көлемнің белгісі қандай? Көлемнің белгісі қандай? V, иә? Әмір ол массаның... То есть малярный масса ол. Так, заттың өлшемі білдіреді. Моль, иә? То есть малярный. Дұрыс, бәріміз сабақ түсіндік біз.